Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен қате жасап қойған заявкаларыңызды өшіретін боламыз. Ол үшін біз Exchange Money'ге кіріп, өзіміздің личный кабинетімізге кіреміз. Личный кабинетке кіресіздер. Оның ішіне мои заявкаға кіріп, сіздердің заявкаларыңыз тұрады. Егер платежный системада болса, платежный системаға өтесіздер. Егер ол жақта жоқ болса, картада тұрады. Сіз қате жазып қойған или керек емес заявкалардың бәрін өшірсеңіздер болады. Мысалы, маған керек емес, сол үшін өшіремін. Екіншісінде кіріп өшіресіздер. Екеу болса, мысалы 10 болса 10 рет кіріп өшіресіздер. Личный кабинетке кіріп, мои заявкаға кіріп өшіресіздер. Кейін сіздерге айтайын дегенім, сіздер біреудікін сатып алсаңыздар, ВМЗ-сын сатып алғанда, бірақ ол көбірек алып қойсаңыздар, өздеріңіздің ақшаңыз жетпей қалса, оны отказ жасауға болады. Ол қалай? Ол үшін біз, мысалы, мен сіздерге бір сумманы алып көрсетейін. Біріншісін алып көрсетейін сіздерге. Подать встречную заявку дейсіздер. Егер осы жазасыздар қанша екенін. Мысалы, мен 1000 деп жазайын. Жоқ, 100 деп жазайын. Мысалы, қате жазып қойдым. Енді аннулировать сделку дегенді басасыздар. Другие причины дейсіздер. Көп адамдарда маған жазып жатыр, оқырмандарым. Бүгінгі күндегі бітіп қалды деп. Ол дегеніміз, мысалы, өздері сатып алып, ақшасын жібермеген, аннулировать етпеген. Сол үшін сондай болады. Сол үшін заявканы өздеріңіз отмена жасасаңыздар болады. Мен отмена жасадым мен. Бұны личный кабинетке кіріп білесіздер. Статистика бөлімінде активных заявок дейді. Лимит активных заявок деп шығады. Біреу болса да қалып кетсе. Егер сізде сондай болатын болса, другие причины деп отказ жасасаңыздар болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар.